Сәлем достар, біз алдындағы сабақта Pinduoduo'дан Қазақстанның Қазпочтасын адресін енгізіп, бір тестовый товар заказ бергенбіз. Енді біздің товарымыз оплатаға төлесін деп уведомление келіп тұр. Ол үшін біз өзіміздің Pinduoduo сайтымызға кіреміз, және де астына личный кабинетімізге өтеміз. Мінекей біздің затымыз грузовикке келді. Басында сағатта тұрған, қазір грузовикке келді. Енді осы грузовикті басамыз. Одан кейін мына берген затымыз біздің осының ортаңғы мына бөлігін басамыз. Біз мына жерде осындай пергаментный бумага бердік для теста. 2 штук, 1 штугы 3-31 юань. Енді 2 штугы 6-56 юань. Енді ортаңғыны басамыз мынаны. Және де мінекей біздің товарымыз, мына жерде біздің адресіміз бар. Кәнекей мен стрелканы басып, сізге көрсетейін мына стрелканы жүрген жолын. Так, біз қашан заказға бердік? Біз екісінде заказға бергенбіз. Мінекей, 2 мартта заказға бергенбіз. Енді бізде бүгін 4 март, 4 мартта уже бізге оплата жасасын деп мына жерде қызыл кнопка шығып тұр. 90 күн ішінде оплата жасаңыз дейді. Жасамасаңыз, ол автоматически өзі кетіп қалады. Біз осы жерде оплата жасау үшін қызыл кнопкамызды басамыз. Мінекей бізге осындай терезе ашылды. Мінекей осындай терезе ашылды. Қарап отырсаңыз, мына жерде бізге уже өлшеп көрсетіп бағасын шығарып тұр бізге. Бағасы мінекей мына жерде 0,097 граммыз біздің 17,79 юань шығып тұр. Осыны біз қазір төлеуіміз керек. Осыны төлеу үшін астында мінекей мына үстінде осы жерде галочка тұру керек. Бұл галочка Каспий арқылы төлеу деген. Басқа жерде галочка тұрса, оны алып тастап, сіз үстіне қарай галочканы қойыңыз. Мінекей қазір осы 17,79 юаньды біз төлейміз. Ол үшін астындағы мына оплатить дегенді басамыз. Мінекей бізге оплата жүріп жатыр. Енді осы жерде мінекей 18,32 юань деген бұл Каспийдің өзінің услугасын алып отыр. Осы жерге өзіміздің төлем паролімізді жазамыз. Алдағы сабақтарды айтқандай төлем парольді қалай енгіземіз, не үшін ол керек, соны бәрін мен алдағы сабақта айтқанмын. Сондықтан төлем парольді сол енгізген, жазып жаттап алған төлем паролімізді енгіземіз. Мінекей төлем паролімді енгіздім. Енді осы жердегі карточканың артындағы CVV код 3 кодымызды енгіземіз. Мінекей біздің оплатамыз алынды. Үстінде бізге сообщение келді. Қарап отырсаңыздар, сообщение келді мына жерге мінекей. 18,32 юань алынды деп. Енді біздің артқа қарай өтейік. Мінекей төленді. Мына жерде оплата деген қызыл кнопкамыз кетіп қалды. Енді артқа қарай өтейік. Мінекей затымыз әзір камазда тұр. Оплата жасалды мына жерде. Оплата бәрі жасалды. Енді арғарай көреміз біздің затымыз қалай біздің қаламызға келетін. Жаңа қазір мен сіздерге санап жіберейін, біз қанша төледік? 18-да. Так, біз 18,32 юань төледік. Енді бұны біз санап жіберейік калькулятормен. 63 қазір біздің юаніміз 63 юань. 1 юань 63, оны 18,32-ге көбейтейік. Біздің сонда жаңағы 0,097 граммыз 1150 теңгеге шығып тұр. Осылай бізге қазіргі уақытта Қазпочтамен біздің қаламызға шейін жеткізу осындай бағаға шығып тұр. Енді сіздер өздеріңіз санап, сравнить етіп көріңіздер.
может алдағы уақытта бұл жаңадан енгізіліп жатқан обновление Pinduoduo'ға мүмкін уақыт өте келе килограмм арзандап шамалы сондай болады деп ойлаймын. Әзірге уақытқа осындай мына шығып тұр санаған кезде. Енді менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы тағы да видеомды күтіп отырыңыздар. Осылай осы қалама келген кезде әрі қарай қандай изменение болады, қалай жүретінін бәрін түсіріп беріп отырамын. Распаковканы күтіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.